Бәріңе сәлем достар, сіздермен бірге Қытай тауарлары каналы. Бүгін мен сіздерге AliExpress сайтынан келген осы 3 посылканы ашып көрсететін боламын. Сонымен бастаймыз. Достар, ең бірінші біз мына екі кішкентай посылкадан бастайтын боламыз. Ал мына ең үлкендеуін соңына қалдыратын боламыз. Одан бастайық бірінші. Bunun içinde ne var ekin bilirsizler. Ne dostlar, hani sol посылкамыздың içinde андай қыздарға арналған сақина. Бұл сақинаны менің достарым тасып берген болатын. Міне бұл қыздарға арналған бір сақина. Сұры түстес, күміс сияқты жасалынған. Егер де біреуге бай сыйлыққа алғырым келсе, итемесін төменде қалдырып кетемін. Ішінде басқа ештеңе жоқ. Екінші процессіміз ашайық. Бұның ішінде міне осындай набор. Бұл не деп келген болсаңыздар директ көрсетейін. Бұл тауарды да менің өзім емес, менің достарым тапсырып берген болатын мен арқылы. Бұл осындай USB, микро USB міне бас. Осындай микро USB подставка зарядка, яғни бұл ашылып тұру керек негізі. Қалай тұратынын қарастырып көретін боламыз. Бұл керек негізі фотода осындай ашылып көрсетілген болатын. Міне бұл ашып беріп қоямыз. Міне бұл осындай басы мына жағы USB, ал мына жағы микро USB. Осы негізі мына жағы ашылады. Осы жағын ашып, осылай подставка ретінде қойып, осыған телефоныңызды салып, қосып қойып, жаңа зарядке қосып, осылай телефоныңызды тұрған күйінде зарядтай аласыздар. Өте ыңғайлы. Егер де ұнаса алғыңыз келсе, сілтемесі видеоның астында болады. Және неде мынаның басқа ішінде ештеңе жоқ. Және де міне ең соңғы деп үлкен тауарымыз. Осыны ашып көрейік. Достар, ас үйге қажетті ең қажетті тауарлардың бірі десем де болады. Бұл міне ас үйге арналған осындай қолғап. Қолғап ас үйге арналған. Бұл енді кішкентай сияқты. Бұлай качествосы енді өте жақсы емес, бірақ ас үйге бай барады. Осындай кішкентай, өте кішкентай бұл. Екеуін тапсырып берген болатынмын. Оны өзіме тапсырып бердім, енді өзім үйіме ас үйге қажет болғандықтан. Міне. Керек болатын болса, сілтемесі төменде қалдырамын. Міне достар, енді ештеңе жоқ. Осы 3 посылка. Міне ең соңғы посылка. Міне бірінші посылкамыз мындай сақина болды қыздарға арналған. Екіншісі мындай зарядка подставка. Үшіншісі осындай кухняға арналған қолғап. Егер де сіздерге қандай да бір тауар ұнап, осы тауарларды
сатып алғыларыңыз келсе, барлық тауардың сілтемелерін төменде қалдырып кетемін. Бүгінге осы достар, егер де видео ұнаса, видеоға лайк басып каналға жазылып отырыңыздар. Осы сау болыңыздар.